құрметті менің оқырмандарым, Малайзияда орналасқан Мақса университетінде тұрмын. Болашақта стоматолог боламын, медицина бойынша оқимын деген студенттер болса, бізге хабарласыңыздар. Foundation, бакалавриат және магистратура оқи аласыздар. Жер адам құрылысының анатомиясы толық осы жерде көрсетілген. Яғни мынау үлгінің барлығын шын адамдардың денесінен, сүйегінен, терісінен, сол органдарынан алып жасалынған. Мынау адамдардың қолдары, соны арнайы қатырып студенттерге көрсету мақсатында. Мына жерде адамның жалпы даму сатылары бар, сол бойынша әртүрлі бөлшектерінен жазылып көрсетілген. Біз қазір лабораторияда тұрмыз, яғни жеке-жеке лабораторияларды көреміз, адамдардың құрылысын тоже көреміз. Манекенді барлық сезім мүшелері істейтін қылып жасаған. Яғни бұл жерге студенттер практика өте алады. Барлық нәрсені осы жерде көрсетеді. Адам сияқты сезетін қылып жасаған ғой. Жаңағы манекенді айтып жатыр да, тура адам сияқты жасалған. Өліп бара жатқанына дейін, яғни демінің бітіп, көтерілуі, соның бәріміз сеземіз, білеміз, соны біз басқарып отырмыз дейді. Өйткені қазіргі дамыған технологиямен жасап қойған. Мына жақта міне көптеген манекеннің түрлері, әр адам қандай аурумен ауырады, соған байланысты бөлек-бөлек жатқызған манекендер екен. Мына жерде де манекендер тест жасау мақсатында сабақ өткен кезде осы жерге келіп студенттерге барлық көрсетіледі. Мына жақтың лабораторияны көрген сияқты, бұл жақта сондай. Бұл жер адамдардың бөлек-бөлек мүшесі орналасқан. Сонымен студенттер жұмыс жасайды. Мысалы, белінен жоғары бас бөлігі, қол бөлігі тұр, аяғы, мына жерде қолды қалай емдеу керек. Мына бөлім қараңыздар, балаларға арналған. Балалармен жұмыстайды, яғни педиатрия мамандығымен бітіретін студенттерге арналған лаборатория. Гинекология мамандығын оқушыларға арналған лаборатория. Босануға келетін әйелдерді дайындайтын бөлім. Мына жерде 3 манекен жатыр. Қараңыздар. Операция жасайтын хирургтардың отыратын бөлім. Бұл университет Малайзиядағы ең бір университет екен, өзінің бөлек операция жасайтын бөлімі бар. Мына адамның өзін озық технологиямен адам сияқты демалатындай, сезетіндей қылып жасаған. Біз қазір кітапханаға келдік. Кітапхананың ішін көрсетеді бізге. Кітапхана 2 этажды екен. Бірінші этажы кітаптарға арналған. Тіске байланысты барлық тістің аурулары, тісті қалай емдеу керек, сол бойынша, яғни стоматология факультетіне келдік.
екен. Міне қараңыздар, қандай керемет практика жатыр мынада. Қаншама студентке жағдай жасалған. Қазір бұл жер бос, сабақ болса, студенттердің барлығы осы жерге орналасады. We have once a year to take part as well, and we have a quota for meaning we can only take 100. Because of quality also. Бұл жерде жылына стоматология мамандығы бойынша 200 студент қана қабылдайды екен. Яғни студент оқуын бастағаннан соңына дейін тек қана бір манекенмен жұмыс жасайды екен. Бір студент оны күтіп тұрып, екіншісі күтіп тұрып, сапасыз дүние шықпас үшін студенттердің саны бар. Біз қазір корпустың клиникасына келдік. This is also one student seat. Yeah, we won't allow students. I mean, we don't have we don't need the students to share. Бағана көрсеткендей, мына столда студент бірінші курсқа оқуға түссе, 4 жылға дейін осы бір жермен ғана жұмыс жасайды. Соңында оның бүкіл жасаған жұмыстарын бітіргенде өзіне береді екен. Студент мына столдан ана столға, ана столдан мына столға ауыспайды, яғни бір жұмысы осы жерде ғана алады. Бұл дегеніміз жұмыстың сапасын көрсетеді. Студенттер бұл жерде білімді, сапалы болып шығады дегенді біз осыдан ақ көруімізге болады. Мына жер жөндейтін уже клиника болып саналады екен. Мысалы, студент шақырады, практикаға өту үшін сырттан бір адамдар келеді. Мысалы, біз тісін жөндетуге больницаға барамыз, сол сияқты бір белгілі бір сандық адамдар кіргізіп, осы жерге студенттер тістерін жөндеп береді екен. Сол жерге арналған клиника. Бірінші көрген клиникамыз ол 4-ші курс студенттерге арналған болса, ал мынау 5-ші курс бітірейін деп жатқан студенттерге арналған клиника. Ішіне кірейік, көрсетейін. Бағана бірінші көрсетіп кеткен жеріміз сияқты, бірақ бұл жерде студенттер, 5-ші курстың студенттері ғана отыратын лаборатория. Бұл жерде адамды алып келіп, жасап, бұл жерде уже практикаға толық түседі сұрады. Қараңыздар, қандай үлкен клиника, 100 адам отыратындай жағдай жасалған. Инженерия факультетінің лабораториясы керемет. Қараңыздар, қандай құрал жабдықтар орналасқан. Сабақ жүріп жатыр, мұғалім мен студенттер отыр екен, үйретіп жатыр ғой деймін барлығын тексеріп. Қараңыздар, қандай керемет озық үлгідегі аппараттар орналасқан.